Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Сариева Бану Жолымбайына, Орал қаласы оқушылар сарайында педагог-психолог маманымын. Осы салада 27 жыл педагогикалық стаж өтілімім бар. Балалар үйінде, жалпы білім беру мектептерінде және қазіргі таңда қызмет атқарып келе жатқан қосымша білім беру ұйымында педагог-психолог қызметінде жұмыс атқарып келемін. Осыған орай сіздердің назарларыңызға қосымша білім беру жағдайында оқушылардың қабілеті мен дарындылықтарын дамытуға байланысты педагогикалық психологиялық ұсынымдар тақырыбындағы әдістемелік еңбегімді ұсынып отырмын. Осы жинаққа пікір қалдырушылар Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің педагогика психология кафедрасының аға оқытушысы магистр Эльмира Каиргейна, нөмір 42-ші Ахмет мектеп гимназиясының педагог-психологы, педагог-сарапшы Ләззат Сәрсенғалиевна, облыстық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернатының педагог-психологы Аягөз Ержанқызы берген болатын. Қазіргі замандағы қосымша білім беру қауымының, ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат өмірдің барлық саласындағы белсенді, шығармашылық іс-әрекетке қабілетті және жан-жақты келген тұлға тәрбиелеу. Шығармашылық сөзінің төркіні этимологиясы шығару, ойлап табу дегенге келіп саяды. Демек, жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсінуіміз қажет. Философиялық сөздікте шығармашылық қайталанбайтын тарихи қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-әрекет деп түсіндіріледі. Шығармашылық өте психологиялық күрделі құбыл процесс. Ол іс-әрекеттің түрі болғандықтан тек қана адам баласына ғана тән. Бүгінгі уақыт талабы мәдени деңгейі мен шығармашылық қабілеті жоғарғы шәкірт тәрбиелеу, әзірлеу. Сондықтан да шәкірттеріміздің ішкі сырын жасырын ұстайтынын ескерсек, олардың іскерлік дағдыларын және білім құмарлық талап-тілектерін жетілдіруіміз қажет. Бағдарламаның өзектілігі әртүрлі үйірмелерге қатысатын оқушылардың шығармашылық деңгейін анықтауға, дарынды балаларды ажырата білуге және олардың қай түріне жататынына мүмкіндік береді. Бағдарламаның мақсаты оқу үрдісін білім беру нәтижесіне бағыттайды, оқушылардың ынтасының туындауына педагогикалық психологиялық қолдаулар мен жасау жағдайды таңдайды және тәсілдерді ұсынады. Жұмыстың ғылыми әдістемелік негізділігі. Қазіргі жағдайда дарынды балалармен жұмыс жасаудың түрі балалар шығармашылық үйлерін құру болып табылады. Оқушының шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеуді кезек бойынша сатылап дамыту, тәрбие негізінде жүзеге асыру, зерттеліп отырған мәселенің өсу динамикасын зерделеу. Бағдарламаның тиімділігі. Әр сабақты бастамас бұрын педагогтерге оқушылардың психологиялық көңіл-күйлерінің тұрақты дәрежеде болуына, әр баланың қабілеті мен дарынын анықтауға, кедергілерін жоюға және ашулануына тиімді түрде жаттығулар мен тренингтердің өтілуі. Бағдарламаның ерекшелігі. Жарыстарға, түрлі облыстық, республикалық, халықаралық байқауларда жеңіске жетелеуде оқушының өзіне сенімді болуын дамыту, өзіндік бақылау психодиагностикалық, психопрофилактикалық, психоағарту жұмыстарын жүргізу. Күтілетін нәтиже әрбір оқушының биік жетістікке жетуіне қолайлы жағдай жасау, қалыпты психологиялық атмосфера орнату. Қосымша білім беру жағдайында балалардың әртүрлі қабілеттері мен дарындылықтарын дамытуға педагогикалық психологиялық ұсынымдар. Дарынды балалар қатарлас құрбыларынан даму көрсеткіштерімен ерекшеленеді. Ол анық, олар мектептегі жетістіктері көп балалар, яғни ол жоғары үлгерімі, мақтау қағазы, конкурс, олимпиадалардағы жеңіс, мектепті ерте бітіру, жоғарғы білім, беделді эксперттердің мойындауы. Дарындылық, оның түрлері, параметрлері. Дарынды, жас талантты жастар бүгінгі егеменді еліміздің жарқын болашағы. Дарын дегеніміз адамзат баласын басқаларға қарағанда ерекше ойлау, талдау, есте сақтау қабілеті бар шығармашылық пен табысты жұмыс істейтін, еңбекқор адамдарды, оқушыларды кездесетін қасиетті айтамыз. Дарындылықтың түрлері: интеллектуалды, академиялы, шығармашылық, көсемдік, лидерлік, көркем орындаушылық. Дарындылықтың анықтаудың мынандай параметрлары бар: оқушының танымдық
іс-әрекетінің басқа оқушылардан озық дамуы, психологиялық жоғарғы дамуы, дені сау жан-жақты толық дамуы, ойлау қабілетінің озық болуы, айналадағы құбылыстарды не басқа үрдістерді етене жақын түсінуі, туа бітті шығармашылық қабілет. Дарынды оқушылармен істелетін жұмыстар. Дарынды оқушыларға арналған жылдық жұмыс жоспарын құру, үйірме жетекшілері және педагог-психологымен кеңесе отырып, қабілетті өте ерекше оқушылар тізімін алу. Сабақ сайын озық тапсырмалар беру. Пән бойынша білім-білік дағдыларының қалыптасуын үнемі бақылап, өздеріне талдатып, өздік бақылау әрекеттерін ұйымдастыру. Ерекше қабілеттердің көрінуі және қалыптасуы. Осыған орай өзімнің іс-тәжірибе жұмыстарында бірнеше жаттығулар, бірнеше тапсырмалар, тренингтар оздырылып отырады. Ғибраттық әңгімелерінде алатын орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы оқушылармен осы ғибраттық әңгімелер арқылы тәрбиелеп, олардың ішкі жан дүниесін біліп, олардың ойын еркін сезінуге көптеген ықпалын тигізеді. Қорытындылай келе, шығармашылық тұлға бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық сияқты қасиеттермен қатар ерекше ой қызметтері, қайшылықтарды түсіну, заңдылықтарды анықтау, шығармашылыққа деген құштарлық болу керек. Қорыта айтқанда, оқушы бойындағы шығармашылықты дамытуды үздіксіз құлшыныс, оқуға, білім алуға деген ұмтылыс ұдайы өшпей, күннен күнге дами түсуі қажет. Шығармашылық қан түйіршіктерінен жіпке тізгендей еңбек етуді қажет етеді. Осыны балаға ерте бастан ұғындыруы қажет. Сонда ғана оқушы бойында білім нұры тасып, оқушы дүниетанымы одан әрі арта түспек.